Мереке журналист дейтін осы адам ба? Қолында кез қалайсың? Амансың ба? Иә, жайлап жақсы, аманшылық. Ал төрлет келіп отыр. Құрметті менің оқырмандарым, Маңғыстау облыстық тарихи-өлкетану мұражайының директоры Тамара Қалмырза қызына қонаққа келдім. Сәлем бердік, Тамара апа. Сәлематсың ба? Бар болайын олайын. Кешіріңіз, бас анықтап алайықшы. Сіз менің әжеме жасты болғандықтан мен сізге әже дейін бе, әлде апа дейін бе? Әрине, енді мен әжеңмен жасты болғанмен де мен саған апа болғым келеді, Тамара апа десең болады. Себебі менде біз сондай қазақ халқында атымен, жаңағы әкесінің атымен айту енді орыстардан үйренгеніміз ғой. Бізде өзіне үлкен қыздарға Маңғыстау өңірінде апа дейді. Сондықтан көп адам маған Тамара апа дейді. Сен де солай де ғой жаным. Қарсылығым жоқ. Апа, мен сізге жайдан жай келген жоқпын. Сіз өлкеміз, еліміздің тарихын ақиқат пен аңыздан нақтын деректердің сақтаушысыз. Яғни, сіз және сіздің ұжымыңыз келер ұрпаққа асыл дүниеге жеткізушісі. Сол себептен сізге әдейі келдім. Өлкемізден шыққан қазақ қауымының түркі әлемінің заңғар жазушысы Әбіш Кекілбайұлы туралы айтып беріңізші. Өте тамаша. Маңғыстаудың әрбір баласы Әбіш аға туралы білгісі келіп, бізге келсе, біз сол әрбір баланы қуанышпен қарсы алар едік. Шындығында Әбіш аға тек қана Маңғыстаудың ұланы емес, ол кісі қазаққа, түркі дүниесіне әрі кетсек әлемге танымал жазушы. Сондықтан Әбіш аға біздің маңдайымыздағы жұлдызымыз тәрізді. Шындығында Әбіш Кекілбаев дейтін атақты естігенде көп адамды білмейтін адам ол қандай кім екен, қандай адам екен деп ойлауы мүмкін. Ал енді білетін адамның өзі де Әбіш ағаның бар қырын білуі мүмкін емес. Себебі Әбіш аға Ақселеу Сейдімбеков дейтін ұлы біздің бір жазушымыздың айтуына қарағанда, кешіріңіз, Ақселеу Сейдімбеков емес, Жұмекен Нәжімеденов дейтін, менің Қазақстаным дейтін гимннің авторы бар ғой, Жұмекен Нәжімеденов. Сол Жұмекен Нәжімеденов кезінде Әбіш Кекілбаевпен қатар бірге қызметтес болған, тағдырлас болған, сондай керемет ақын. Сол айтқан Әбіш Кекілбаев туралы 8 қырлы бір сырлы адам деген осы Әбіш деп. Сол айтқан Әбіш аға өте сан қыры бар керемет алып тұлға. Ол кісі туралы мен саған айтып беретін болсам, Әбіш ағаны кеше өзің Әбіш ағаның туған жері Мырзайырға барып келдің. Әбіш аға осы қарапайым ғана өзің сияқты Маңғыстаудың тумасы. Әкесі Әбіш аға қай жылы туғанын білесің ғой, 1939 жылы өмірге келді. Ол кісі 39 жылы өмірге келсе, 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталғанда Әбіш ағаның әкесі майданға аттанды. Сонда 1,5 жастағы кішкентай Әбіш әкесінен, кішкентай күнде әкесінің жүзінде дұрыс есінде сақтай алмай, өмірде әкесіз өсті. Бірақ ол кісінің анасы өте керемет адам болды, Айсәуле апамыз. Сол Әбіш аға кішкентай күннен Маңғыстауды өсті. Маңғыстаудың сендер оқып жүрген сияқты ауылдағы, әрине ол кезде ауыл мектебінің жағдайы керемет болған жоқ қой. Сонда да ауыл мектебінде оқып өсті. Сол кішкентай күннен білімге құштар болып, әдебиетті жақсы көріп жүргенде, ол тіпті жаңағы сол кезде Ресейден келген орыс мұғалима орыс тілінен сабақ берген. Сөйтсе бүкіл ауылдағы мектептегі барлық баланың ішінен Әбіш, сол кімнің Әбіш ағамыз сол мұғалімнің қасында жүріп, орыс тілін керемет жетік меңгеріп алған. Кішкентай күннен. Сөйтсе ауылға бір жаңағы Александр Александрович Бок дейтін, Иван Иванович Бок келіп, геолог, орысша білетін адам бар ма десе, жұрттың бәрі Әбіш ағаны көрсеткен. Кішкентай Әбішті көрсеткен. Содан ол Әбішті қасына ертіп, геологиялық түрлі зерттеулерге ертіп барған. Сондай әрі айтып бері айтқанда, Әбекеңнің балалық шағының өзі өз алдына бір керемет таусылмайтын үлкен әңгіме. Ал Әбекеңнің жоғары оқу орнына түсіп, әдебиет болып бастағаны, немесе оның барлық жазушылар сияқты ақындық жолдан бастаған, өлең жазып бастаған, ең алғаш алтын шуақ дейтін өлеңдер жинағы шыққан. Одан кейін Әбіш ағаның түрлі керемет повестері шығып, бұлардың барлығы керемет жұртшылықтың, қалың оқырман қауымның жүрегінен жақсы орын алған.
Сөйтіп әбекең өзінің барлық жаңағы әріптестерінің ортасында, айталық әдебиетшілер, жазушылар, ақындардың ортасында, өзімен деңгейлес адамдардың ортасында өте өзінің керемет білімділігімен, сондай шешендігімен, сосын әрбір жазған шығармасымен айтқан әңгімесінің барлығы дәлелді. Көрдің бе? Бүкіл Қазақстанның жаңа шетелдердегі осы сол кездегі туысқан республикаларда архивтердің бәрін ақтарып, қазақ тарихы, осы өлкенің тарихы туралы материалдарды өте көп жинаған адам. Соған қарағанда өте еңбекқор болды Әбіш аға. Әбіш аға туралы бұл мынадай адам еді деп бір-екі ауыз сөзбен айту мүмкін емес. Әбіш аға әлемге қазақты танытқан, Маңғыстауды әлемге танытқан сондай ұлы жаңа тұлға, ғұлама, керемет абыз, ол абыз адам, ол кісі тек қана жазушылықпен айналыспай саясатқа да араласты. Күні кеше ол кісі өмірінің соңғы күндеріне дейін Қазақстан тәуелсіздігінің жолындағы түрлі ел басқару ісінде үлкен белсенділікпен атсалысты. Ел таңбамыздың қабылданған уақытында, әнұранның қабылданған уақытында, осының бәрінде Әбіш аға үлкен жаңағы белсенділік көрсетіп, Қазақстанның ең президентінің қасында ол кісімен бірдей жұмыстар атқарды. Міне сондай биік тұлға Әбіш аға. Әбіш атамызбен кездескен бір-екі қызық әңгімені немесе естіген бір-екі қызық әңгімені айтпаңызшы. Айтуға болады. Қызық әңгіме дегенде сені қызықтыратын бір ғана нені айтайын. Әбіш ағаның бір-екі моментта. Әбіш ағаның өте кереметтігі сондай, бұл кісі аңқау. Сондай кең, үлкен тұлға маңғаз басып, маң басып келеді. Сосын амандасқанда сені құшағына алып, айналайын деп еміреніп, маңдайыңнан сүйгенде, ол кісінің айналайынын ешкім қайталап айта алмайды. Көрдің бе? Сондай керемет жаңағы мейірбан адам. Көрдің бе? Сондай. Сосын бұл кісі бала құсап ұзақ күле алады. Ешкімге ұрыспайды, қабағын түймейтін. Сондай бір кең жаратылған адам. Сол Әбіш ағаның бір енді қызық несі. Кәдімгі, сен балмұздақ жақсы көресің бе? Мороженеді. Әбекең балмұздақ жақсы көреді екен. Қанша берсең де ол кісі жеуге мүмкіндігі бар. Сондай балмұздақты өте сүйіп жейді екен. Қараш, сондай керемет. Өзі сондай жаңағы кең, ұлы, үлкен кісі болса да, балмұздақ жақсы көрген. Вот саған қызықты момент. Апа, бір-екі күн бұрын Алматыда Әбіш Кекілбайұлы атамыздың атағына көше атағын берді. Менің білуімше Ақтауда соған арнап мұражай салынып жатыр. Сол туралы айтып беріңізші. Я кеше Алматыда енді Әбіш аға жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін сол Алматыда қалды. Алматыда қалып өзінің еңбек жолын Алматыда бастады, Лениншіл жас газетінен. Күні кешегі Астанаға көшкенге дейін Алматыда тұрды. Сондықтан Алматыдағы үлкен бір көшеге Әбіш Кекілбаевтың атағы беріліп, оны Алматының әкімі Сағынтаев мырза ашып, сол жерде барлық зиялы қауым жиналып керемет үлкен мереке өтті. Ал енді біздің Маңғыстауға келетін болсақ, Маңғыстау әбекеңнің туған жері. Әбекең барлық уақытта айтады, бар қазақ сияқты менің де кіндік қаным тамған, тұсау жібім кесілген керемет өлкем туған жерім бар дейді. Ол менің туған жерім Маңғыстауым. Менің өзімнің артымда Маңғыстаусында керемет өлкенің туған өлкем екеніне масаттанамын, мақтанамын дейтін сөзі бар. Ендеше осы Маңғыстау өңірінде Әбіш ағаның атына керемет үлкен бізде ғимарат салынып жатыр. Бұл ғимаратты музейге береді. Тарихи өлкетану біз мына ғимараттан сонда көшеміз, Құдай қаласа. Сосын бұл ғимараттың аты, енді сен бұрын Маңғыстау облыстық тарихи өлкетану музейіне барам деп айтатын болсаң, енді қазір Әбіш Кекілбайұлы атындағы музейге барам дейсің. Бірақ оның ішінде тек қана Әбіш Кекілбаев туралы ғана болмайды. Ол кісіге арналған үлкен бір залы болады. Ол кісінің жұмыс кабинеті болады. Ол кісінің қонақ қабылдайтын жаңағы бөлмесі болады. Соның барлығын көруге мүмкіндік аласыз. Және сонымен бірге осы музейдегі барлық тарихи өлкетануға жататын барлық залдар сол жаққа көшеді. Сонда болашақ облыстық музей Кекілбаев атында болады. Тамара апай, осы сұхбатымыз азғантай болса да, оны кішкене әртүрлендіру үшін мен сізге қызық сұрақтар қояйын. Жақсы. Егер сіз 10 жаста болсаңыз, яғни мен қатарлы болған кезде, сол жасқа қайтып оралған кезде, не істер едіңіз, не өзгертетін едіңіз? Әрине мен сол 10 жасқа қайтып келсем, бір керемет, жаңа ғажайып оқиға болып
Мұнда мен бізде ол кезде мектепте қазақ тілінде оқыдық сабақта, орыс тілі сабақ болып өтті. Мен 10 жасыма қайтып келсем, әлем тілдерін оқып үйренер едім. Барлық тілде болмаған менде біз 3-4 тілді үйренер едім. Тіл үйренер едім. Адамда әртүрлі тілді үйренген, әртүрлі елдің тарихын, мәдениетін, барлық керемет ерекшеліктерін білуге мүмкіндік береді. Сондықтан мен бірдеңені өзгертіп кетем деп айта алмаймын, өзімді өзгертуден бастар едім. Мен мүмкін қазір сендерде сондай бақытты ұрпақсыңдар. Сендер қазір қай тілді үйренем десеңде мүмкіндік бар. Ал менің уақытымда ондай мүмкіндік болған жоқ. Бізде қазақ тілі және орыс тілі ғана болды. Неге сіз әлі мәдениет министрі болмайсыз? Мәдениет министрі болу үшін көп нәрсені білу керек. Мәдениет дейтін сөз өте үлкен ұғымды білдіреді. Ол мәдениет министрі болу үшін сен дейтін барлық түрлі салалардың бәрінде, мәдениет саласының бәрінде істеп, оны меңгеруің керек. Мәдениет дейтін ұғымға өте көп мөлшерде түсінік кіреді, саласы бар мәдениеттің. Ән күйде, жырда, дастанда, керемет драматургия, сахналық шығармалар, театрда, ең болмаса сол сияқты ең азы мәдениет дейтін тарихпен, табиғат, тарихпен этнография, этнология, палеонтология. Осының бар түгел осы мәдениетке қатысты дүниенің бәрін зерттеп қарастыратын болсын, саласы осының бәрі мәдениет. Мәдениет министрі болу үшін көбірек танымал болу керек, көбірек жұмыс жасау керек. Әрине мен мәдениет министрі болмадым деп өкінбеймін, мен өз ісімнің министрімін деп есептеймін. Өзіңіздің әріптестеріңіздің арасында басшы болуға кім лайықты деп ойлайсыз? Әрине, қызмет жасап жүрген адамдардың ішінде өздерінің мүмкіндігіне қарай, қызмет меңгеруіне қарай, жасауына қарай басшылық қызмет істей алатын адамдар бар. Әрине, оларға әлі де кішкене тәжірибесін молайтып, көбірек іздену керек. Бүгінгі таңда басшы болу мақсат емес, сен жақсы маман болуың керек өз ісіңнің. Және сонымен бірге мынау айналада болып жатқан барлық өзгерістердің легінде жүру керек, содан қатыспау керек деп есептеймін. Сіз өзіңізді үлгі тұтар адам сезінесіз бе? Әрине, енді ол мені үлгі тұтам деп басқадан айту керек шындығында. Бірақ мен шама келгенше өзімнен кейінгі ұрпаққа, өзімнен кейінгі жасы кіші адамдарға шама келгенше мына саған үлгі көрсетуге тырысамын. Үлкен алдыңғы буынның адамдары барлық уақытта өздерін кейінгі ұрпаққа үлгі қылуға тырысады. Сондықтан мен үлгі көрсетіп жүрмін деп ойламаймын. Менен үлгі аламын деген адам болса, менің қарсылығым жоқ. Ол кейінгі ұрпаққа байланысты. Апа, білмейтін адамдар сұрайды. Әбіш атамыздың кім ол тағы? Дұрыс әрі әдемі жауап беріңізші. Әрине, бұл сұрақты мен күнде кездестірем десем болғандай. Музейге келетін адамдар сұрайды ғой. Әбіш Кекілбаевтың залына кіреді, немесе сол сияқты Әбіш ағаның үлкен орталық салынып жатыр, музейге аты беріліп жатыр. Әбіш аға ол кім деп оқымайтын адамдар сұрайды. Әбіш ағаны оқымаған. Шындығында Әбіш ағаны Маңғыстауда тұрып, Әбіш ағаны оқымау, ол мен айтар едім күнә деп. Ол адамдардың кішкене үлкен ағаттығы деп. Шындығында мен жақында бір адамға былай деп айттым. Өзімен кіші адамға. Маңғыстауды әлемге танытқан адам Әбіш дедім. Түсіндіңіз бе? Ол тек Маңғыстауды емес, қазақты әлемге танытқан адамдардың бірі, айталық қазақты әлемге танытқан Шоқан Уәлиханов. Білдің бе? Білесің ғой Шоқан? Сол сияқты қазақты әлемге танытқан бір тұлға Әбіш Кекілбаев. Себебі, мына жердегі сен көріп тұрсың ба? Әлемдік әдебиетке еңбек сіңірген 100 адамның тізімі тұр. Соның ішінде Әбіш Кекілбаев тұр. Әбіш Кекілбаевтың шығармалары неміс тіліне аударылғанда, неміс халқының бір ұлы адамы айтыпты. Мынадай керемет жазушысы бар, қазақ елі бақытты екен деп. Көрдіңіз бе? Керемет адамның ойындағы адамның мүмкіндігі бар, психологиялық тебіреністің бәрін қалай суреттеп жеткізген шебер жазушы деп таңғалды. Көрдің бе? Сондықтан әлемге танытқан деп айтса артықтық етпейді. Тамара апа, сұхбатыңызға рахмет. Мен жастарға қандай тілегіңіз бен кеңестеріңіз бар? Енді шындығында үлкен адамдар ақыл айта береді. Ақыл айту дейтін өте оңай нәрсе. Бірақ мен мынадай кеңес берер едім. Біз Маңғыстаудың әрбір баласы Әбіш ағаны мектепте оқып жүргеннен оқып өссе,
олар Әбіш аға сияқты өз елін сүйетін патриот болып шығатынына мен кәміл сенемін. Сондықтан саған да айтатыным, Әбіш ағаның шығармаларын жақсылап оқып жүр. Тілектеспін. Рахмет. Тамара апа, мен сізге құр қол келген жоқпын. Ауылымыздың ақсақалы Көкбол атамыздың Адай тайпасы деген кітабын сізге сыйға тартқым келіп отыр. Ой, тамаша, рахмет. Көкбол демесін дейтін ағаңызды біз де білеміз. Бұл кісі Маңғыстаудың белгілі тұлғасы, керемет, бұл кісі сәулетші адам. Бұл кісінің қолынан шыққан керемет зәулім жаңағы тамдар, зәулім там деп атайды ғой, Маңғыстау өңірінде үлкен мазарлар, Батыс Қазақстан өңіріндегі атақты Жәңгір ханға, сол сияқты соның қасында Салық Бабалығұлына, Дәулеткерейге орнатқан зәулім ескерткіштерін көріп келдім. Бұл кісіні мен қатты қадір тұтам. Рахмет сыйлығыңа. Ал мен де саған құралақан отырған жоқпын. Мен сенің Әбіш аға туралы сұрайын деп келгеніңді біліп, Әбіш ағаның көп адамның қолына түсе бермейтін өлеңдер жинағы, дүние қапыл дейтін. Осының ішіндегі өлеңдерін мен шетінен жаттап алып, Әбіш аға туралы қазір дейтін әлеуметтік желіде Назарбаев мектебінің оқушылары, студенттері Әбіш ағаның өлеңдерін жатқа оқып жатыр. Сен де осының ішінен бір өлеңді алып, жатқа оқуыңа керемет өлеңдері бар. Сосын мынау саған, сен бәрібір кішкентайсың. Әбіш аға балмұздақ жақсы көретін, сен шоколад жақсы көретін шығарсың. Астана дейтін шоколад. Астана дейтін біздің ең биік қаламыз. Сен де биік журналист болып шығуыңа, жақсы азаматша болып, елді қуантуыңа, тек папаң мен мамаңның, атаң мен әжеңнің емес, елдің, халықтың жақсы қызы болуыңа тілектеспін. Рахмет сізге. Кел, кіз. Кел ғой, тұра ғой. Давай. Құрметті қазақ елі, бүгін біз Жансұлу екеуміз керемет жақсы интервью жасадық. Жансұлудың жақын маңдағы Маңғыстау облыстық тарихи-өлкетану музейіндегі ұлы абызымыз Әбіш аға Кекілбаевтың өміріне арналған сұхбатын жіберіп алмаңыздар, қарауларыңызға тілектеспін. Әлеуметтік желідегі Жансұлудың оқырмандары, сіздерге өтініш, Жансұлудың осы Инстаграмына тіркеліп, оның әрбір интервьюіне үлпіл басып, және сонымен бірге қазақ тілінің беделін көтеруге атсалысып жүрген осы кішкентай қыздың керемет еңбегін бағалауларыңызға және оған қолдау көрсетулеріңізге тілектеспін.